Қазақстанда мерзімсіз мүгедектік топты 18 жастан асқан адамдарға қалпына келмейтін анатомиялық кемістіктер тізбесіне енгізілген 59 нозологиялық нысан бойынша белгіленеді. Сондай-ақ организм функцияларының тұрақты қалпына келмейтін өзгерістері мен бұзылулары болған, толық көлемде жүргізілген оңалту шаралар тиімсіз, мүгедектік тобы тұрақты болған кезде және бірінші топтағы мүгедектігі бар адамды кемінде 4 жыл, екінші топтағы мүгедектігі бар адамды кемінде 5 жыл, үшінші топтағы мүгедектігі бар адамды кемінде 6 жыл динамикалық қадағалаған кезде белгіленеді. Одан басқа зейнет жасында адамдарға оңалту болжамы қолайсыз болған кезде мүгедектік топ мерзімсіз белгіленеді.